Құрметті телекөрермендер және еліміздің жалынды жастары. Эфирде қызықты ақпараттар мен көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын интеллектуалды тапқыр болсаң озып көр шоу бағдарламасы. Ендеше бүгінгі білімдерін сарапқа, салмаққа келіп отырған топтармен таныс болыңыздар. Оң жағымда топ басшысы, белгілі журналист, тележүргізуші Қанат Байысов мырза. Және оның көмекшісі студент Жансая Қоянбай ханым. Олардың қарсыластары Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жастар орталығының директоры Мағжан Исахов. Және оның серіктесі, көмекшісі жастар корпусын дамыту жобасының оңтүстікті үйлестірушісі Сейдулла Исмаилов. Тамаша. Айта кету керек, бүгінгі додамыздың жеңімпазы ақтық мәреге жолдамалы. Финал дейсіз ғой? Финал. Дайынбыз? Жастарымыз біліммен қатар спортты да қатар алып жүрулері керек. Өйткені спорт адамның денсаулығын нығайтып, өмір жасын ұзартады. Ал спорт жайлы өмірде қызықты деректер көп екен. Мәселен, 1920 жылы Швецияда өткен олимпиадада нысананы көздеу жарысына Оскар Сван күміс медальға қол жеткізіп, әлемдегі ең кәрі олимпиада жүлдегері атанған екен. Ал баскетбол тарихындағы ең жылдам гол небәрі 3 секундта болған. Ал шахмат алғашқы 4 жүрісінің өзінде 318 миллиард комбинация бар екен. Қызық екен, иә? Олай болса, бүгінгі біздің қатысушыларымызға да шахматтағыдай ойланып, зерделеп, қойылған сауалдарға жауап берулеріңіз керек болады. Ендеше, бірінші кезең кім алғыр деп аталады? Бірінші кезең кім алғыр? Бұл кезеңде сайыскерлердің білімі сыналады. Барлығы 8 ұяшық беріледі. Әрбір ұяшықта белгілі бір сала немесе тақырып бойынша сауалдар жасырынады. Әрбір сауалдың 3 нұсқадағы жауабы қосыла беріледі. Білім мен логикаға салып, жауаптың дұрыс нұсқасын таңдау қажет. Әрбір дұрыс жауап 20 ұпаймен марапатталады. Олай болса, ұяшықтармен таныс болыңыздар. Бірінші ұяшық. Тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы, рухани жаңғыру, спорт саңлақтары, өнер өлкесі, ең оңтүстік ғажайыптары және әлемде талай қызық бар. Ең. Содан бастайсыздар ғой. Ең. деген екен. Түсінікті, ендеше сұрақ. Қазақстандағы ең суы мол өзенді атаңыз дейді. Бірінші Ертіс, екінші Есіл, үшінші Сырдария. Ең суы көп, суы мол өзенді атаңыз дейді. Ертіс, Есіл, Сырдария. Сен білетін жарсың? Олай болса, Қазақстандағы ең суы мол өзен Ертіс. Ертіс ба? Болыпты, Ертіс. ең суы мол өзен дейсіз ба? Сырдария. Сұрақ сондай емес. Нұсқаларыңыз қайсысы болды сонымен? Бірінші? Ертіс. Бірінші деп қойып айтады. Иә? Олай болса, дұрыс жауапты тыңдап көрейік. Қазақстан аумағында 85 мыңнан астам өзен бар екен. Олардың ішіндегі ең суы мол өзен Ертіс өзені екен. Тамаша, дұрыс жауап беріңіздер. 20 ұпай. Сейдулла, дайындықтарыңыз қалай жалпы бүгінгі сайысқа? Енді дайындық жақсы, бірақ қарсылас команда алға шығып кетіпті. Енді оларға қуып жету үшін біз жетеміз ау. ұяшықты таңдаңыздар. Тәуелсіз Қазақстан, тарих тағылымы, рухани жаңғыру, спорт саңлақтары. Тәуелсіз Қазақстан. Руханиден бастадық па? Кеше руханиден бастадық. Тәуелсіз Қазақстан. Жақын Сұрақ. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш сыртқы істер министрі болып кім тағайындалды? Бірінші Қанат Саудабаев, екінші Қасым Жомарт Тоқаев, үшінші Төлеутай Сүлейменов. Тыныштық сақтаймыз? Тыныштық сақтаймыз. Енді ең бірінші сыртқы министр Қасым Тоқаев емес, ол емес. Сүлейменов. Төлеутай Сүлейменов ау деймін. Саудабаев. Сонымен Сейдулла таңдау өзіңізге келіп түсіп тұрған сияқты, Мағжан білмейтін сияқты. Мен Саудабаев, мен өзімнің ойым. Сонымен Бірақ нақты мен сенімді емеспін. таңдайтын нұсқаларыңыз. Сонымен жауаптарыңыз. 1, 2, 3. Бірінші жауап ағамыз. Бірінші? Яғни бірінші нұсқада Қанат Саудабаев деңіз. Саудабаев. Дұрыс емес. Төлеутай Сүлейменов. Өкінішке орай.
дұрыс жауап берілмегендіктен 20% қалды, сіздер алдасыздар. Анеке, иә, сіздер жақсы. Сен таңдасаң жақсы шығып жатыр. Аха. Біздің келесі таңдауымыз оңтүстік ғажайыптары. Оңтүстік ғажайыптары. Олай болса сұрақ. Елімізде Шымкенттен өзге тағы қай қалада дендросаябақ бар? Бірінші Астана, екінші Алматы, үшінші Тараз. Дендросаябақ. Зообақпен шатастыра алмаңыздар. Енді Астанада жоқ шығар енді. Естімеппін. Неғып өтіп Сонымен таңдайтын нұсқаларымыз екінші нұсқа Алматы қаласы дейсіздер ғой. Ендеше дұрыс жауап тыңдаңыздар. Елімізде 2 дендросаябақ жұмыс жасайды дейді. Оның бірі Шымкенттегі Асанбай Асқаров атындағы дендросаябақ болса, екіншісі Алматы қаласында орналасқан Алматы дендросаябағы. Біздің жансая сияқты болу керек та. Қалып баратсыздар. Жағдайды өзгерту керек сіздерге. Білмеймін ғой әйтеуір. Өзіміз сияқты бола берейікші. Сонымен, қай еш? Әлемде талай қызық барды көреміз ба? Қызық болып отыр ғой? Отылып отыр. Қанша болды? Ар жақта 40 болды. 40 ұпай болды. Сіздерде әзірше 0 ұпай. Әлемде талай қызық бар. Әлемде талай қызық бар. RCPH британдық медициналық ұйымының зерттеуі бойынша қай әлеуметтік желі ең жағымсыз деп танылды? Бірінші Instagram, екінші Facebook, үшінші Twitter. Селфи қаяқ жасайды көп. Твиттер ғой? Инстаграм. Ол қанша мысалы жастар сол селфи үшін Селфи құрбан болмайды, признайды. Қаншадан Твиттерде селфи жасамайды. жасамайды ғой. Фейсбукқа да салуға болады ғой. Фейсбукте енді пайдалы болды, по-моему. Жоқ, Фейсбук ол баяғыдан Инстаграмнан бұрын бар тұрған, бірақ такое идет. Этот Инстаграм чисто фото ғой. И селфи это Мен конкретно. болғанда Твиттерді таңдайтын едім. Ерекше болсын деп. сіз біз Инстаграм таңдайық, сіз Твиттер таңдаңыз, иә? Сонымен, таңдаған нұсқаларыңыз? Инстаграм. Тамаша, ондай болса дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Британдық RCPH ұйымының зерттеушілері әлеуметтік желілер мен медианың жеткіншектердің денсаулығына психикалық әсерін зерттеді. Әлеуметтік сауалнамалардың нәтижесі бойынша сарапшылар Инстаграмның ең жағымсыз желі деп таныды. Дұрыс, құттықтаймыз 20 ұпай. Да? Ең жағымсыз. Значит, Facebook тоже жағымсыз, но ең Мен ойымша сіздердің айтқандарыңыз жағы ойыңыз дұрыс Селфи, болды. да, Адамның болезнь селфиі, қауіп төндіретін әлеуметтік желі болып тұр. Мағжан тоже айтып отыр ғой, қанша адам суицид болды сол үшін. Ну, не прямо так, сорвали. Поезд. Спорт саңлақтары. Тамаша. Сұрақ. Рио-де-Жанейро Олимпиадасына оңтүстік Қазақстан облысы қай спорт түрінен ең көп жолдаманы жеңіп алды? Бірінші ескек есу, екінші оқ ату, үшінші бокс. Рио-де-Жанейро Олимпиадасына оңтүстік Қазақстан облысы қай спорт түрінен ең көп жолдаманы жеңіп алды? Сен айтасың. Рио-де-Жанейро Олимпиадасына оңтүстік Қазақстан облысы ескек есуден ең көп жолдаманы жеңіп алды. Деп ойлайсыз? Сіз қайдан білесіз осы бәрі? Оқыдым түнімен. Именно осында оқыдыңыз ғой? Қайдан білесіз келеді? Спортқа жақын бердіңіз жалпы өзіңіз? Жоқ, Олимпиаданы көрдік қой кезінде. Ендеше бірінші нұсқа ескек есу деп таңдадыңыздар, дұрыс қой? Сұрақтың жауабы мынада екен. 2016 жылы Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында өткен Олимпиадада оңтүстіктен 21 спортшы бақ сынаған екен. Оның 3-еуі бокс, 4-еуі оқ ату болса, ескек есуден ел намысын 5 спортшы алған. Дұрыс. Тамаша, 60 ұпай. Назар жоқ. Дұрыс жауап берді Жансая. Сіздерде қалып отырған ұяшықтар. Өнер өлкесі, тарих тағылымы, рухани жаңғыру. 3 ұяшық қалып тұр. Қайсын көреміз? Да без разницы, үшеуі де қиын сияқты ғой. Тарих Өнер тағылымы. өлкесін көрейік. Өнер өлкесі. Дұрыс қой? Иә, өнер Сұрақ. өлкесі. Атақты Балқадиша әнінің авторы кім? Бірінші Ақан Сері, екінші Біржан Сал, үшінші Жаяу Мұса. Ақан сері ғой. Ақан сері? Ақан Сері дейсіз ба? Сол жазған жоқ па? Ендеше бірінші нұсқаны таңдадыңыздар, қабылдаймын ғой. Иә. Дұрыс жауап. Балқадиша әні қазақ өнеріндегі шоқтығы биік туындылардың бірі. Ол сол кездегі лауазымды кісілердің бірі Ыбырайдың қызы Қадишаға арналып шығарылған.
Бірде Ыбырайдың ауылына қонаққа барған ақан сері Қадишаға деген қимастық сезімін бал Қадишаң арқылы жеткізген екен. Тамаша, дұрыс жауап бердіңіздер, 40 ұпай. Мықты екен өнерде. Жақсы. Ана тағы жігіттер тауып айтады ма? Сіздерге жетіп келеді. Қайсысын танымыз? Тарих тағылым мен рухани жаңғыру қалды. Жаңғыруда қателеспесе. Қателеспейді. Тарих тағылым. 1867-68 жылдары реформа бойынша Қазақстанда қандай облыс ашылды? Бірінші Верный облысы, екінші Жетісу облысы, үшінші Өскемен облысы. 1867-68 жылдары реформа бойынша Қазақстанда қандай облыс ашылды? Сен сұрай. Сіз оны оқыдыңыз, точно білесіз. Сұрақ. Өскемен... Не деді? Верный облысы, Жетісу облысы, Өскемен, сосын не? Өскемен облысы, иә. Тарих тағылымы. Өскемен емес па? Тарих тағылымы. Верный. Верный облысы, Жетісу облысы, Өскемен облысы. Сонымен жауаптарыңыз Верный болсын. Верный ма? Реформа бойынша Қазақстанда Верный емес, Жетісу облысы ашылған екен. Дұрыс емес. Жауап. Сондықтан әзірше сіздер сол 60 ұпаймен қалдыңыздар. Сіздерде 40 бірақ иә, Верный облысын қабылдап қойдым енді сіз айтқан дұрыс қой, қанекей. Ал енді сіздерде қалып тұрған рухани жаңғыру сұрақты мұқият тыңдап алыңыздар. Выступал по этой теме. Халық поэзиясының алыбы 20 ғасырдың Гомері атанған ақынды табыңыз. Бірінші Жамбыл Жабаев, екінші Сәкен Сейфуллин, үшінші аттасыңыз Мағжан Жұмабаев. Рухани жаңғыруға Қандай атсар? Гомера. Рухани жаңғыру деген рухани нені айтады ғой, идеологический сұрақ Мен қой. кеше елбасы махаббат Сіздер сол рухани жаңғыру тек қана мақаланың аясында қойылады деген нәрсе емес ол сұрақ. 1900 бен 2000 арасы. Гомера. Мағжан Жұмабаев. Жамбыл Жабаев. 1938 жылы. Поэзия, Жамбыл Жабаев, 20 век. Жамбыл Жабаев. Білмеймін. Я не знаю так. Мен жауап білмеймін. Сонымен жауаптарыңыз Давай Жамбыл Жабаев возьмем. 20 веке Гомер. соңғы Давай. Жамбыл Жабаев налардың бәрінен асып кеткен ғой. Иә. По идее. Енді 100 жасаған өмір, бір ғасыр өмір сүрген. Столько вещей там. ал таңдай қабыл алатын менің Сейфуллин. нұсқа қандай? Сәкен Сейфуллин. Сейдулла? Давай Жамбыл Жабаев алайық. Қателесек мен қателесейін. Жамбыл Жабаев. Қазақ поэзиясының алыбы 20 ғасырдың Гомері атанған Жамбыл Жабаев. Дұрыс. Есеп теңесті. Олай болса, құрметті телегөрермендер, екі топтың да бірінші кезең нәтижесінде ұпай сандары тең. Бірдей келе жатырсыздар, жарайсыздар, екінші кезеңге өтейік. Үстел теннисі бұқаралық спорт түрі болып саналады. Бұл спорт жайлы да қызықты деректер көп. Мәселен, 1936 жылы Алекс Энерлих пен Панет Фаркаш үстел теннисі ойынында бір шарды 2 сағат 12 минут бойы ойнатқан екен. Ал атақты футболшы Франс Бекенбауэр Еуропа чемпионаты аясында Францияның намысын 100 рет қорғап, спорттық мансабын тамамдаған екен. Ал біздің топтар екінші кезеңде топ намысын қалай қорғайды екен. Ендеше екінші кезең кім зерек деп аталады. Екінші кезең шарттарын өздеріңіз білесіздер. 4 түрлі ұяшық беріледі. Фильмдер. Так. Дұрыс атауын атаған топқа 30 ұпай. Қайсысы? Ұяшықтарды атап өтсем, ретро-фильмдер, тәуелсіз Қазақстан фильмдері, Ресей фильмдері, әлем фильмдері. Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіз Қазақстан фильмдері. Тәуелсіз Қазақстан, экранға назар аударыңыздар. Қанда ғана түсірілген? 16 қыз деген фильм. 16 қыз дейсіз ғой. Бұл 2016 жылы түсірілген режиссер Қанағат Мұстафиннің 16 қыз фильм екен. Тамаша, дұрыс жауап бердіңіздер. 30 ұпай. 90 ұпай. Қарсыластарыңызда. Андай
телевидение саласында медиа саласында жүргеннен кейін Көрмеген адам бұл жоқ шығар кісілер енді, көреді ғой оны. жаңалықтар. мен расында да фильмді көрмедім. Мен де көрмегенмін да бұл. Комедия ғой. Көрдіңіздер ма, таңдауға сіздерден болғанда сіздер де осы ұяшық таңдап алып қателесулеріңіз әбден мүмкін еді. Сондықтан сіздер жолдарыңыз болып отыр. Қалған 3 ұяшықтың біреуін таңдай қойыңыздар. Әлем фильмі. Ретро фильмдер, Без разницы. әлем фильмдері. 4-ші ұяшық әлем фильмдері. Стойте! Стойте! Подождите! Месть – опасный мотив. И очень сильный. Не наступай сюда. Почему я должен учить тебя, Маутай? Тейлор сказал, только вы можете... Барлығына таныс болу керек бұл актер өзі. Актер таныс ғой. Актер таныс. Кикбокс жайлы кино. Ана қыз учителі болады. Сонымен аты қандай еді бұл киноның? Сонымен жауаптарыңыз Қан жайлы ғой? енді киноның атауы қан жайлы ғой деген емес. Кровавый ринг пе еді, қандай еді? Сонымен Кровавый. жауап бар ма жоқ па айтыңызшы. Сейдулла. Крепкий орешек дейсің ба? Вообще Брюс Уиллис қой. Мен білмеймін. Жауап бар ма жоқ па? 3-ке дейін санаймын, болмаса жауап жоқ деп қабылдайық. 1, 2, 3. Жауап Кровавый. Не дейміз? Білмеймін. Спорт дейікші давай. кровавый спорт. Или ринг па. Таңдағандарыңыз әлем фильмдері ұяшық еді, а? Сәл дұрыс ответ жақын болса қабылдай беріңіз. Кровавый спорт дедіңіз ғой сіз, енді жауап мынандай екен. Бұл 1989 жылы түсірілген режиссер Марк Дисалленің кикбоксер фильмі. Өзіңіз айтып отырсыз. Кикбокс жайлы. Кикбокс жайлы деп алдыңыз да. Оның учителі болады, жаңа ұстаз еді, ағаш деп дедіңіз. Кикбокс туралы бұл. Өкінішке орай енді сіздер 30% қалып отырсыздар. Кикбоксер. Ал, Қанат, Жансая таңдауларыңыз. Ресей мен қалып тұрған ретро. Қарап қойым емес. Бүйтіп көзіміз шалып қалатындар болады ғой. Дәл осындай стильде, дәл. Оңайлау болады ғой. Өйткені қазір Ресей десек, жаңадан көп фильмдер шығып жатыр да. Бірін көрсең, бірін көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан Ресейден ретро дұрыс ау. Ендеше ретро фильмдер. Ел бірлігі деген сөз ұялайды ішіме. Бірақ жау жағадан алғанды емшектес елім жағалбайлы жалт бергенің, ода бір түйнек болып жатыр мынау елдің ішінде. Ау, Сырғыбай! Мынау баланың жаңа айтқан сөзі, жалғыз сенің ғана емес, тұтқын менің де көкейіме қонып тұр. Алауыз, ала көздіктен тапқанымыз мынау мойнымдағы қыларқан. Бүгін менің мойныма түссе, ертең сенің де мойныңа түседі. Арқанда қайындық жоқ, қанға да қараға да қарамайды. Егер ел боламын, біргемін десең, мынау ұлы таудың басындағы, анау тастың бетінен мен батанның таңбасына кеп саламын. Мен де қостым таңбамды. Төрелігін өзің ойт, Сырғыбай. Қаршыға ял-дияр, шақыр төрге мақұл. Бұны көрмейтін, білмейтін адам жоқ шығар. Иә, бірінші кадрынан ақ танып тұрсыз ғой. Бұл қыз жібек фильмі ғой. Көркем фильмі. Жауап қабылданды. 1971 жылы түсірілген режиссер Сұлтан Ходжиковтың Қыз жібек фильмі. Тамаша. 120 ұпай қарсыластарыңызда. Бізде қанша болды? Сіздерде әзірше 60 қана ұпай. Сондай Соңғы ма? Ресей фильмдері ұяшығын ашсаңыздар. Ресей фильмі.
Ресей фильмдері. Точно енді бір соғыс жайлы. Бір актер жайлы ғой, значит, ана бір герой жайлы ғой. Сонымен жауап? Бірінші әдін айтыңызшы. Қандай біз енді сәл бір... Даже біз қарсыластарымыз да білмейді ау осыны. Жоқ, мен негіз білем болса. Қандай бірінші әдін айтыңызшы. Бірінші әріп қандай? Ш. Сонымен жауаптарыңыз? Жауап бізде. Білмейміз бұны Қазақстанда көрсеткен ба, көрсетпеген ба. Бұл 2016 жылы ғана түсірілген, жақында ғана режиссері Юрий Васильевтің Танымаймыз да онда. Герой фильмі. Герой. Сіз екінші рет өзіңіздің түйсігіңізге алып кеп аузыңызға салып жатыр. Сол кезде, я дұрыс істемейсіз бе? Кейс боксерді да таба алмадыңыз, геройды да таба алмадыңыз. Өкінішке орай. Олай болса, екінші кезеңнің нәтижесі бойынша Қанат пен Жансаяның 120 ұпайлары қоржындарында, ал Мағжан мен Сейдулла өкінішке орай 60 ұпаймен шектеліп қалып қойдыңыздар. Тамаша, тамаштап қойыңыздар. Футбол әлем халқы сүйіп тамашалайтын спорт. Футбол спорты жайлы да таңғажайып деректер көп. Мәселен, ағылшын төрешілері Энди Уэйн мен Мелвин Сильвестр матч кезінде өздеріне қызыл қағаз көрсетіп, ойыннан шеттеткен. Өздеріне төрешілер. Алғашқы төреші қақпашымен түсіністік тумау үшін осылай жасаса, екінші төреші футболшымен төбелесіп қалған үшін өзіне қызыл қағаз көрсеткен екен. Төреші ойын кезінде өзіне өзі. Ендеше сайысымыздың ең соңғы кезеңі кім тапқыр? Ал Мағжан, Сейдулла, алдында келіскендегідей өз сөзінде тұрайын. Үшінші кезеңді кім тапқыр кезеңін өздеріңіз бастайсыздар. Ережені білесіздер, ортаға келіп, мақалды менің қолымнан біреуін таңдап, біреулеріңіз келісе келе шығыңыздар. Ал жақсы қараңыз. Өте жиі қолданатын. Жиі қолданады. Салуын енді сіз өзіңізге байланысты. 1 минут уақытыңыз бар. Бастаңыз ба? Асықпа, уақыт бар. Кеттік. 1 минут уақыт. Мен санап атырым. Тау, короче. Тыныштық сақтаймыз. Аха. Уақытым бар, асықпа. Сейдулла, Так, что это? олай болмайды көрсетуге Мағжан. Сиденье, качели. Кішкентай. Бейнелеңіз, бейнелеңіз. Онда бесік. Аха. Хорошо. Ел. Түсінді мақал білем ғой. Елін түзейін десең, бесігін түзе деген да. Қалай? Толық дұрысына нұсқасын айту керек. Түзейін десең, ел түзейін десең, Тыныш. Сонымен уақытыңыз бітті ма? бесігіңнен баста. Тыныш. Ел. Тыныш. Болмайды. Дыбыс шықпа. Ел дұрыс болам десең, елің дұрыс болсын десең, бесігіңді түзе. Жоқ. Енді, Тағы дұрыстап айтыңызшы. Елді түзейім десең, дұрыс болсын десең, бесігіңнен баста. Қабылдаймын мен бұл жауаптың несін, өйткені мағынасын жеткізіп, ел болам десең, бесігіңді түзе. Ел болам десең. Тамаша. Маған жыласа бесігін тербет дейсің. Бесік саламай қойдың ғой. Бесік екенін қайдан білдің? Жоқ, түсіндірді ғой. Ел. Салай ма? Жарайды, тамаша. Тамақтап қойыңыздар, ел ұлпай. Олай болса, Қанат, өзіңіз шасыз ортаға. Таңдай қойыңыз. Әзірше сіздерде 120 ұпай, қарсыластарыңызда 110. Егерде қазіргі... Білесіз ау бұл, иә? Естігесіз, өзіңізді бір жерде айтылған шығарсыз. Ал 1 минут уақыт кеттік. Тап көреміз болсын. Так, бір адам бол, короче. Адам ба?
Адам. Аузың қисық болса, бірдеңе өкпеленеді. Аузың Тыныш, қисық тыныш, тыныш, болса, тыныш. аузың қисық болса, Nerede kalırsın? Ne kadar oldum? Тыныш. аузы қисық болса ма? Сурет, бейнелеңіз Қанат. Бейнемен жеткізуге тырысыңыз, барынша. Уақыт болды ғой. Сөз айтып берді. Ашталы тоқталамен ойнамайды. Уақыт бітті. Сонымен жауап. 3-ке дейін санайын. Қанат, болды. Сіз маған қарап тұрыңыз. 1, 2. Жауап жоқ. Ağızda kız olsa bayın bazı söylesin. Өкінішке Айтып тұрмын орай. ауызы қиыс деп айтып Иә, мен мына байды қайтып саларын білмеймін. Қазір мына хамды Байда ақшада бүйтіп ана долларды бейіп жалып жүргеніңізді түсінермедіңіз, иә, мүмкін. Жансай. Ештен кетпес. Жауабын айтып жауап. Ağızda kız olsa bayın bazı söylesin. Ben ettim ağzı. Мағжан біліп отыр, қасыңызда отырған. Тамаша шапалақтар қойыңыздар. Жешілме опамен әзірше қалып отыр. Ümit yıladınızlar. Ал, Сейдулла, келіңіз ортаға. Мақалды алыңыз біреу. Өзіңіз ғана көресіз. Қызық екен вообще. Тыныш. Бұны біраз салу керек екен же. Короче. Барынша бейнелеп. 1 минут уақыт басталды, кеттік. Барынша бейнемен жеткізуге тырысыңыз. Kız. Короче. Kızı vardım. Тыныш. Тыныш. Мен Бейнелебеңіз, сөйлемеңіз. Болмайды сізге сөйлеуге. Kız köşeden. Тыныш. Gülüyorum canında. Oldu. Тыныш. Kızda 40 idin pi. Тамаша. Дұрыс жауап. Сіздерде 110 ұпай еді, енді 160 ұпай болды. Жарайсыздар, шабалақтап қойыңыздар. Мынау, біздікі қанша болды? мен бірден түсінуге болар сияқты менің ойымша мына үйде салғанда қыз үй Maqal салғанда. var oğlum. Kızın kılığı bir narsa uyda жатпайды деген бір мақал бар ғой. Kız kılığı bir narsa Қандай жерде естіп жүрсіз, қыздың қылығы үйде жатпайды деген. Қыз қылығымен. Ал енді Жансая, Тыныш отыр. соңғы үміт осы сізге байланысты болады. Ойынның нәтижесі, жалпы ойынның бүгінгі додамыздың нәтижесі қандай болады. Сондықтан қолыңызға мақалды алып, бір көз жүгіртіп шығып, мына қаламды ала қойыңыз. 1 минут уақыт кеттік. Мен де засекаю. Барынша бейнелей беріңіз, сөйлеуге болмайды. Салыңыз, сурет салу керек. Мороженое. Ол болмайды олай Жансая жасауға. Бейнелеңіз, сөйлеуге болмайды, көрсетуге болмайды. Қанат мырза тек қана сіздің салған суретіңізден тауып білу керек. Түк нәрсе түсінбей жатырмын, адам не деп. Тыныш болмайды Жансая, олай. Сурет салыңыз. Тіл. Салыңыз, тоқтамаңыз, сала беріңіз сурет. Тіл туралы. Иә. Уақыт болғанша? Жоқ, қазір уақыт бар. 5 секунд уақытыңыз қалды. Тас жармасы бас жарады. Тамаша. тілде басқа мен тіл туралы басқа мақал білмейді екенмін ше. Қазір ойыма вообще келмеді ше. Содан басқасы. Одан басқа ол Мен мына суретті ойыңа келген жоқпын ше. ойыма келгенін айттым бірақ шырақ деп ойламадым. Тамаша. 3-ші кезеңнің нәтижесі бойынша ақтық мәреге жолдама алып отырған 170 ұпаймен Қанат пен Жансая қауымды құттықтап қойыңыздар. Ал Мағжан, Сейдулла, сіздер бүгін бізге Сәкен жолдас болмады. ойламаңыздар. Иә. Сіздер біраз сұрақтарда жауаптарды жақын болдыңыздар өздеріңіз, бірақ дұрыс бере алмағандықтан енді осылай болды. Алдағы уақытта Өте сәттілік қызық тілейміз. болды. Қазір енді андай ғой, әлеке. Мәлімет көп қой. Интернетте, басқа жерде, көшеде жүрсең де мәлімет толы.
күн сайын жаңа мәліметтер келіп жатыр. Мұндай іс-шара жақсы ғой, еске түсіп әдемі. Қазақ команда мықты. Қазақ команда өте мықты екен. ұтыла білгенде ол өнер. Я, құрметті телегөрмендер, ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Оны дәлелдеген бүгінгі біздің қатысушыларымыз. Біз осымен интеллектуалды тапқыр болсаң, озып көр шоу бағдарламамызды аяқтаймыз. Еліміздің өнерлі де зияткер жастары көп болсын. Келесі кездескенше